Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін сіздермен 12-ші сыныптағы сыртқы жиынтық бағалауда кездесетін, яғни ең көп кездесетін интегралды қарастырамыз. Қарап отырсаңыздар, мына u тең 1 қосылған топырас x алмастыруын қолданып, берілген интегралды мынаған өрнектелетін көрсету керек. Мынандай x пен u мен өрнектелетін көрсету керек. Сәйкесінше мына алмастыруды қолдан деп тұрса, демек біз сол алмастыруды қолдануымыз керек. Сонда 1 қосылған топырасты x-ті біз деп аламыз u деп. Значит, осыдан топырасты x-ті табатын болсақ, бізде не болады? u минус 1 болады. Осыдан x-ті табатын болсақ, бізде u минус 1-дің квадраты болады. Демек, так, dx-ін де алымда тұру керек. Бізде dx-тар бөлімде болмайды. Так, x бар. Енді dx табу үшін істейміз, туынды аламыз. X-ің туындысы 1-ге тең, значит dx. u минус 1-дің, так, мына 2 дәрежесі ғой, так, u минус 1-дің квадраты, яғни x-тің квадраты болса, ол 2x болады. Көбейтеміз, x-тің өзінен туынды аламыз, u минус 1-ден туынды аламыз, сәйкесінше 1-ге тең. Демек, 2 көбейтілген u минус 1 болады, туындысы. Орнына қоямыз. Мына бізде түсіндірме жақшамыз, так, мына жерден кейін тең болады деймізде, біз мына жолымыз жазылу керек. Тең, так, бізде не деп тұр? Шек өзгеріп тұр, p-дан q-ға дейін деп тұр. Сәйкесінше x 0-ге тең болса, мына 0-ге тең болса, онда бізде u 1-ге тең болады. Сәйкесінше x 16-ға тең болса, бізде u, так, 16 десек, 4 5-ге тең болады ғой, 5-ге тең болады. Так, қоямыз. Нешеден нешеге дейін? 5-тен 16-ға дейін. Так, шектер өзгерген жоқ қой, 0-де 1 болды ма, 0-де 1 болды. 16-да 0-де 5 болды, Так, так, 0-де 5 болды. 1-ден 5-ге дейін. Так, енді қоямыз. 1 қосылған топырас x дегеніміз, ол бізде u-ға дейін. X дегеніміз бізде u минус 1-дің квадратына дейін, dx дегеніміз бізде 2 көбейтілген u минус 1-ге тең. Тең болады, ықшамдаймыз. 1-ден 5-ге дейін. u-дан 2 көбейтілген u минус 1-дің кубы du болады. Себебінде квадрат тұр, мына жерде 1 дәреже тұр, сәйкесінше бізде 3 дәреже болады. Яғни міне бізде мынаған тең екенін көрсетіңіз деді ғой, бізде сол шықты. Демек, бірінші есебіміз аяқталды. Міне көрсеттік соған тең екенін. Яғни бұл жерде көрсетіңіз деген нәрсенің мағынасын қарастыру керек. Көрсетіңіз десе, демек біз есепті шығарып келгенде соңғы жауабымыз манағы көрсетіңіз деп тұрған жауапқа сәйкес келуі керек. Түсінікті ғой, көрсетіңіз дегенмен дәлелдеңіз дегенде айырмашылық бар, соны ескеру керек. Мысалы, дәлелдеңіз деп тұрса, біз сол дәлелдейтін нәрсені біз түрлендіріп қолдана аламыз. Бірақ көрсетіңіз десе, онда мына көрсетіңіз деген нәрсені қолдануға болмайды, түрлендіруге болмайды. Яғни мына жерден u-дан керісінше былай x-ті әкелуге болмайды. Екінші жағдай. Осыдан берілген интегралдың дәл мәнін табыңыз, жауабы мына түрде көрсетіңіз. Келесі есеп көрінбей ақ қойсын. Көрсетейік. Енді x бөлінген 1 қосқан топырас x dx деп отырғанымыз, ол бізде мынаған тең болды, u мен өрнектелген. Сәйкесінше біз сол интегралды тапсақ жеткілікті. 1-ден 5-ге дейін u-дан, енді мына жерде 2-ні шығарып жіберсек болады интегралдың сыртына. u минус 1-дің кубы не істеуіміз керек? Ашуымыз керек, яғни a минус b-ның кубы. a куб минус 3a квадрат b плюс 3a b квадрат минус b-ның кубы, du. Сәйкесінше біз әрбір қосылғышты не істейміз? u-ға бөліп тастаймыз, Сонда 2-ден, так, u-дің квадраты минус 3u плюс 3 минус 1 бөлінген u болады, du. Интеграл шығарамыз. Кәдімгі дәрежелі функцияның интегралы, u квадрат u-дің кубы бөлінген 3, 3u квадрат бөлінген 2 плюс 3u минус ln u болады. Так, барлық интеграл шығарып болдық. Тік сызық нешеден нешеге дейін? 1-ден 5-ге дейін. 1-ден 5-ге дейін қойып кетейік.
Так, бірінші білеміз, жоғарғы шекті қоямыз, азайтамыз, төменгі шекті қоямыз. Так, 5-тің кубы бөлінген 3, минус 3 көбейтілген 5-тің квадраты бөлінген 2, плюс 3 көбейтілген 5, минус ln 5, азайтамын, бірді қоямыз, 1 бөлінген 3, плюс болып кетеді. Мен енді мендегі бірден жазайын, қазір менде орын көп емес. Таңбаны өзгерткенде азайтамын дегенде мына жердегі таңбаларға қарап отыру керек. Бұл жерде плюс ln 1 болады. Если таңбадан шатасамын десеңіздер, онда бірді қоятын кезде бірінші жақшамен қойып алыңыздар, сосын барып жақшаны ашыңыздар. Так, тексеріп алайық, біз шатаспаған боламыз. Минус плюс болады, минус болады, плюс болады. Жақсы. 2 көбейтілген, енді есептейміз арқасы. Так, 5-тің кубы 125. Так, бұл жерде 125 болады. 5-тің квадраты 25, 3-ке көбейтеміз 75 болады. Бұл жерде 15 болады. ln 1 0-ге тең болады. Так, неше болды сонда? 3-тен 125, азайтам 3-тен 1, значит 3-тен 124. 2-ден 75, қосам 2-ден 3, значит 2-ден минус 2-ден 75, 3 дегенде неше? 72 бола ма? Так, плюс 15, плюс 15 минус 3, плюс 12 болады. Сосын минус ln 5. Кем болады? Так, 124-ті 3-ке бөлсек, бөлінбейді екен ғой. Так, 72-ні 2-ке бөлсек, бізде 36 бола ма? Минус 36 плюс 12, да? Значит, минус 24 болады. Сонда неше болайын деп? 3-тен 24-тен азайтамыз 24, да? 3-тен 124. Азайтамыз 24, да? Сәйкесінше 3-тен, так, 24 3-ке өткенде бізде 72 болады, да? 124-тен 72-ні алсақ, так, 2 52 бола ма? Сонда бізде 3-тен 52, 2 көбейтілген 3-тен 52, сосын минус ln 5 болады. Минус ln 5. Так, демек, бізде ответті мына a минус b ln 5 түрінде беріңіз деген. Сәйкесінше a деген бізде жақшаны ашуымыз керек. Сәйкесінше 3-тен 104 минус 2 ln 5. Міне, a дегеніміз 3-тен 104-ке тең, а b дегеніміз 2-ке тең. Сонда міне 3-тен 104 минус 2 ln 5. Болды. Сәйкесінше бұл жерде ескеру керек. Жауапты мынандай түрде беріңіз десе, демек біз сол түрде беруіміз керек. Яғни соған дейін келтіруіміз керек деген сөз. Әзірге осы интегралға қатысты қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырыңыздар. Келесіде қандай сабақтағы да көргілеріңіз келеді, тоже комментарийға жазсаңыздар болады. Уақыт тауып сабақ түсіндіруге тырысамыз. Әзірге осы, сау болыңыздар.